Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге голен чупа-чупсты дайындауды көрсетемін. Ол үшін тазартып жуылған голендерімізді суға қайнатып пісіріп аламыз. Одан кейін майдалап турап немесе ет тартқыштан өткізіп аламыз. Оған қайнаған картошканы үккіштің ірі көзінен, сырды үккіштің майда көзінен өткізіп, тұз, паприка салып, кішкене кристалликке қосып, жақсылап араластырамыз. Арасында ешқандай араласпай қалған жері болмау керек. Одан кейін голеннің сүйектерін алып, осылай өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Қайтадан голенді құрастырып шығамыз. Сухариге ұнатамыз. Міне осылай барлығын дайындап аламыз. Бұл уақыт аралығында сіздің табаныңызда майыңыз қызып тұруы қажет. Майға шпажканы салған уақытта көпіршіктер пайда болса, майыңыз дайын деген сөз. Не болмаса, орташа оттан сәл ғана төмен тұрады от. Барлығын бір қуырып аламыз. Бұл өзі піскен, ұзақ ұстамаңыздар, осылай қызарғанша ұстайсыздар. Және голеннің сүйегін көрініп тұрған, осылай фольгамен орап қойсаңыздар, әдемі көрінеді. Бұл голендер өте тойымды, әрі қонақтарыңызға, өздеріңізге де ұнайды. Жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге жадыра.